Жыл сайынғы әкімнің рейдер жастары 2022 сыйақысын табыстау жаңа жыл қарсаңында өтті. Өздерін қоғамдық өмірде, кәсібінде, оқуда, мектеп өмірінде, волонтерлікте және өзге салаларда көрсеткен жастар жыл сайынғы әкімнің жүлдесімен мадақталады. Биыл сыйақы 3 номинацияда берілді. Жылдың үздік жас батыры, мектептің үздік президенті және үздік жас металлург. Осы номинацияларда жеңімпаздар анықталды. Жылдың үздік жас батырлары Берік Самат пен Алексей Лещенко болды. Олар қыркүйекте өрт кезінде қариялардың жұбын Семипалатинская көшесіндегі өртеніп жатқан үйден алып шығып құтқарған. Мектептің үздік президенті нөмірі 1 мектеп лицейінің 11 Б сыныбының жауапты оқушысы, алтын белгіге үміткер Абылай Слямжанов танылды. Үздік жас металлург болып, 10-нан астам жыл рейдерлік металлургиялық кешенінде жұмыс істеп келетін Константин Донцов атанды. Шара қатысушылары әкімнің сыйақысы сайысының жеңімпаздарын құттықтап, жеткен жерде тоқтамауды, дами беруді тіледі. Жыл батырлары, мектеп президенті және үздік деп танылған металлург әкімнің сыйақысымен, бағалы сыйлықтармен ескерілді.